Сәлем достар, бүгін сіздермен жыжик галнеш тағамын дайындаймыз. Етті әдеттегідей асамыз. Мен сүрленген жылқы еті мен сиыр етін қолдандым. Негізі кез келген етті алсаңыздар болады. Міндетті түрде көбігін алып, қайнағаннан кейін тұздап, орташа отта 1,5-2 сағатта ет толық піскенше қайнатамыз. Ал қазір қамыр илейміз. Ол үшін суға тұз бен жұмыртқаны қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Енді еленген ұнға осы суды қосып, қолға қатты жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға кішкене жабысуы мүмкін, ештеңе етпейді, өзі сондай болу керек. Біздің қамыр дайын достар, оны пакетке салып 20 минутқа тындырып қоямыз. Ал өзіміз соус дайындаймыз. Ол үшін 5-6 тілім сарымсақты майдалап тураймыз, үккіштен өткізсеңіздер де болады. Туралған сарымсақты кесеге салып, оған қара бұрыш қосып, үстінен 1-2 ожау сорпа құйып, араластырып, бетін жауып қоямыз. Ал қазір стөлге кішкене ұн шашып, қамыр жаюға кірісейік. Қамырдың қалыңдағы мінеки осындай, шамамен 1 см болу керек. Енді қамырды осылай ені шамамен 3 см бөліктерге кесеміз. Әр бөлікті де ені 1 см бөлшектерге кесеміз. Соңында осылай 3 саусақпен басып, осындай формаға келтіреміз. Дайын қамырдың артық ұнын түсіріп, тегіс ыдысқа салып аламыз. Мінеки біздің ет те пісті, оны түсіріп суытып аламыз. Бөлек ыдысқа тамақпен бірге ішетін сорпа құйып аламыз. Қалған сорпаға су қосып, қайнағанын күтеміз. Енді қайнап тұрған сорпаға қамырды салып, қақпағын жауып, тағы кішкене қайнағанша күтеміз. Ал қазір бір араластырып алып, орташа отта қақпағын жауып 15 минут пісіреміз. Қамыр езілмей, әдемі болып пісуі үшін пісіру барысында тағы да 1-2 рет араластырып қойыңыздар. Қамыр пісті, енді оны сүзіп аламыз. Үлкен ыдыстың ортасына соус қойып, астына қамыр, үстіне туралған ет салып, сорпамен бірге дастарханға тартамыз. Достар, бұл өте дәмді, тойымды, оңай және тез дайындалатын тағамдардың бірі. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.